Лұқпанды ұрпағымен мың жасатқан, мынау жары қаламда шер басып жүрген әрбір ата-ана Құдай қосып жар болып, бала тәрбиелеп, ұлды ұяға, қызды қияға қондырсам, немере сүйіп, бала-шағамның қызығын көрсем деп армандайды емес пе? Құдайға мың шүкірлік, бұған дейін 2-3 қыз балаларымды ұзатып, құда жекжат болып, қыздың балалары да немерем ғой, анда-санда келгенде емірене иіскеп, бір жасап қалатынымыз рас. Кемпір екеуміз шүкір дейін тағы да ұлсыз емеспіз. Үлкенім әскери борышын өтеп келіп жұмыс істеп, аузымызға нан салып асырайтын жасқа жеткен. Кішісі де жетіліп келеді. Жетіліп демей не дейін, үйдегі телефонға маза жоқ. Үлкенімен гөрі осы жеткіншегімді көп сұрап қыздар іздейді де жатады. Өзім жас күнімде жігіттің сұлтаны болатынмын. Талай қыздар қырындап, көзін алмай жымыңдайтын, оң қолынан өнер тамған, менің қолымнан шыққан затты көргендердің көзі талып таңдайларын тарс еткізіп қағып, ойпыр-ай, шынымен-ақ мына затты сен жасап шығардың ба, дейтін замандастарым жетерлік еді. Сырлы аяқтың сыры кетсе де сыны кетпейді дегендей, үйдегінің құлағына алтын сырға, сақал мұртты қырып, қырлы шалбарды киіп, галстукты ақ көйлекке жұдырықтай етіп түйіп шыққанды әлде көз тартар азаматпын. Әйтсе де Алланың бұйрығымен осы кемпіріме қосылып, ол да қыз біткеннің сұлуы, мақтап қойыншы. Бір сөйлессе кешке дейін сөйлеп, сөйлемесе тоғы таусылған электронды сағаттай айқайлап сөйлемейтін сабазың. Сол үндемей жүріп туған 7 баланың ішіндегі ұлым үйленемін деп, Құдай-ау, рас па өтірік пе? Бізді жеткізгендеріңе шүкір деп, кемпір екеуміз дариядай тамның ішінде бір-бірімізден сүйінші сұрап айқайлап, қуанғанымыздан ерсілі-қарсылы есімі шығып жүгіре беріппіз. Ау, сіздерге не болған? Отырып бұлай салиқалы жандардай ақылдасып ойласайық та деген қыздарымыз тоқтатпаса, қашанғы шабарымызды Құдай білсін. Иә, рас екен-ау, сонда қалай деймін, өкпемді бас алмай тұрып, алып қашамысың, әлде қолдан аламыз ба? Соны өзім де білмей тұрмын. Маған үйіңнен үлкендер келіп жолықсын деген. Ойбай-ау, не сөз бар? Бітер істің басына жақсы келер қасына деп, жан аяспас досымды, ең жақын келінді алып құданың ауылына тартып кеттік. Келсек, қазан қайнап, дастархан жайнап ақ тұр екен. Атасына мың рахмет. Адам сыйлауды білетін, жақсылы жаманды аруанасы бар екен. Әлгі бір үйіңде қартың болса жазулы тұрған хатпен тең дегендей, өткеннен кеткеннен біраз сырды шертіп, әңгіменің тиегін ағытып, алдағы болар 1000 жыл құдалықтың қаде қауметіне келгенде, керемет болып отырған кемпірді Құдай тас төбесінен қос қолдап ұрғандай, аяқ асты жүзінен ызғар есіп, екі иықты қомдап ұшқалы отырған қаршығадай қызыл көріп, көзі қызарған сұңқардан бетер сұңқылдай жөнелсін. Әй шырағым, сен құда түсіп келді екен деп қоржыныңа қонжита салар тегін жатқан қызым жоқ. Біле білсең, сенің ұлыңдан менің қызымның беделі 12 есе жоғары. Бұл оққан-тоққан қыз, білдей бір мектептің мұғалімі. Ал енді мен айтайын, сен тыңда, құлағыңды басқа жаққа бұрма. Басын бастап 80 000 теңге тойға, сосын бір жорға, болмаса кемі 250 килограмм еті бар сиыр, 150 метр ең таза деген мата, 25 жағалы киім, соңғы модадан шыққан отқа құяр, құда тартар ауыл айбаты, отбасының 10 метр ақтығы ұшында, 10 000 ақшасымен барлығы келін алам деген адамға түк емес. Осыларды әкеліп алақаныма саласың, сосын барып қызды аласың. Асқабақ болса керегі деген екен біреу, бір камаз асқабақты әкеліп тұрып, соның кері маған келді. Ашу деген дұшпан ғой, өліп-өшіп 7 баланы жеткізіп, әлхам шүкір деп отырған мына менде ондай дүние қайдан болсын. Үн-түнсіз сыртқа шығып кетіп, ызадан 2-3 шылымды қатар шегіп, көзімді қызарып, азулы арыстандай қарсы шабуға дайындалып келіп ем. Қасымдағы досым мен келін екеуі сабама түсіріп ақылға келтірді. Ал құдағи, жөнақ, 70-ке келген жасыңыз, талайды көрген басыңыз бар. Дүние тұрмақ адам да мынау 5 күнді өмірге қонақпыз. 1000 күнгі шыжбыждан бір күнгі сіз біз артық дейді ғой. Сол айтқандай, Құдай қаласа 1000 жылдық құда болсаң, дүние қайда қашар дейсіз. Сіздің талабыңызды орындай алмаймын.
Балалар бас қосып өмір сүріп жатса қарыздар боп та қалмаймын. Бәрін қойып келінім қайда? Көрсетіңізші, ең болмаса қуанып қайтайын дедім. Көп ұзамай ол бала да келе қойды. Жай жапсарды айта келіп, келіннің келісімін сұрадық. Кешіріңіздер деп бастады келін сөзін. Егер әжемнің айтқан бұйымтайын әкелмесеңіздер, мен тимеймін ұлыңызға. Мен оққан жоғары білімді адамын. Есі қыпшаққа күлкі болар жайым жоқ. Ертең құдалар қалай келіпті, не әкеліпті дегендерге қай бетіме қараймын. Мен өзіме лайықты бедел мен атағыма нұқсан келтірер жайым жоқ. Әңгіме солай деп сынаған сұлуға, қалқам, сенің атағың мен беделің менің ұлыма жар бола алар ма екен? Атам қазақ теңін тапса тегін бер деуші емес-ау, теңін деп санамасаң атағыңмен айға ұша бер дедім де үйден шығып жүре бердім. Жалаңтөс баһадүрдей батырдың ұрпағы емеспін бе? Неге менің ұлым оққан қыздың бұйдаланған тайлағы болуы керек? Алдында ақ жүрекпен барған азамат басымды басындырай мен емес. Көп жасағыр балама ризамын. Әке, сізге ұнаған қызға үйленемін. Сізді сыйламаған сұлудың өз соры өзіне деген баламның арқасынан қағып тұрып, ойымда жүрген бір ибалы қызды құлаққағыз етіп едім. Ол қыз маған да ұнайды. Күні ертең әкелем деді ұлым. Сызданған сұлу сүрленген сұлуға айналғанша жүре берсін, ал мен тойға дайындалып жатырмын. Ау ағайын, міне келін де келіп қалды. Тойға келіңіздер. О құдайым, шүкір Алла, дос-дұшпанға табақ қыла көрме. Айналайын, оң аяғыңмен кір, оң аяғыңмен деген кемпірім етегіне сүріне қабына келіннің маңдайына сүйіп жатыр. Тойға келіңіздер.